Сәлем достар, сопақ бастар қалжың. Достар, өткен аптада футбол әлемінде түрлі қызықты орталық матчтар болды. Солардың кейбіріне дәл қазір тоқталып кетейік. Бәрімізге белгілі, еліміздің чемпионаты аяқталды. Қайрат өз алаңында Астананы қабылдап, есеп 1-1 есебімен тең аяқталды. Ойынның 15 минутында Марин Томасов Қайраттың барлық қорғаушысын қапы қалдырып, әдемі гол соқты. Бұл жерде Анарбеков қауқарсыз болды. Бұл енді қос команданың жігіттері үшін не белбеу кететін ойын болды. Бірақ бұл ойында Қайраттың жеңілуге ешқандай қақысы жоқ еді. Дәл осы Чемпиондар лигасындағы жорықтан кейін Қайрат футбол клубы шын мәнінде халықтың сүйікті клубына айналды. Олардың чемпион сақтап қалуы жалпы команда үшін де, жанкүйер үшін де маңызды болды. Әрине, Астананың да жалпы қазақ жанкүйерлеріне берген сонау бір сезімін ұмытпау керекпіз. Өйткені ең алғашқы Чемпиондар лигасының эмоциясын алып келген бізге Астана болатын. Сондықтан да Астанада чемпион болуға лайықты болды. Олар лайықты болмаса, еліміздің чемпиондары дәл осы соңғы матчта анықталмайтын еді. Марин Томасовтың голынан кейін алғашқы тайм дәл сол аяқталды, бірақ алаңға шыққан ойыншылар Қайраттың сапындағы түрлі өзгерістер алып келді. Мартиновичтан пас алған Эдмилсон қақпаға тепкенімен доп Сәтбаевтың аяғына тиді. Дәл сол Сәтбаев өзінің Астана қақпасына кезекті голын соғып, тараз басын теңестірді. Ойынның 94 минутында Марин Томасовтың тағы бір керемет мүмкіндігі болды, бірақ өкінішке орай бұл жерде қақпаның бағынасынан кері қайтып, ойын 1-1 есебімен аяқталған болатын. Оразбахтин бүгінгі таңда Қайратты жаттықтыруға негізінде айтарлықтай бір лайықты емес. Өйткені ойыншыларды алаңға шығаруында көптеген қателіктер жібереді. Әрине, біз жай ғана жанкүйер болғаннан кейін оны байқаймыз, бәлкім біздің ойымыз қате шығар, бірақ та нәтиже біздің ойымызбен дәл келіп тұр. Сондықтан да алаңда Жоржиньо сынды, Громыко сынды ойыншыларды мүлде алып тастау керек. Жоржиньо енді бәріміз білеміз, бұл әуесқой лигада ойнаған бала. Әрине, оның мышлениясының барлығы әуесқой футболшы болады да, ешқандай кәсіби футболшылардың не істеу керектігін бұл білмейді. Өйткені бүгінгі таңда футболда барлығы да ойнай алады, оның бірақ барлығы кәсіби деген сөзді білдірмейді. Керек болса, медиалиганың жұлдызы Әлшер Келгенбайды дәл осы Қайраттың сапына әкеліп қоятын болсақ, Әлшер де дәл осы Жоржиньодан бәлкім мықтырақ ойнап беретін шығар. Ол да гол соғып, командасына мүмкіндік бере алады. Бірақ енді бұл әуесқойдың аты әуесқой, енді ғана кәсіби жолға бет бұрып жатыр. Бірақ енді бұл Қазақстанда әзірге мүмкін емес. Мүмкін болу үшін сен не шетелдік болу керексің, не сені ең алдымен шетел мойындау керек. Әрине, Оразбахтиннің дәл осы маусымдағы ойынына біз жоққа шығара алмаймыз, бірақ та бәрібір Қайрат Боранбаев ойланып, командаға мықты бір бапкерді тартуы керек. Енді Қайраттың барша жанкүйерін, пентакампиондарды дәл осындай жеңісімен құттықтаймыз. Биыл Қайрат көптеген жаңалық алып келді. Қақпашылардың керемет ерліктері және Қайраттың академиясының түлектерінің жарқыраған кезі болды. Құтты болсын ендеше. Ел классикасы туралы ойымызды тәмамдап, бүкіл әлем төрткүл дүние көз тігетін Эл Классикоға тоқталамыз. Егерде кейбір ақпарат көздеріне сүйенетін болсақ, дәл осы Барса мен Реалдың арасындағы матчты 650 миллионнан астам адам тамашалаған. Қандай? Егерде әлем бойынша 1 миллиард адам футболды көреді дейтін болсақ, солардың жартысынан көбі дәл осы матчты тамашаласа керек. Бұл ойында Реал Барсадан бір бас жоғары болды. Дәл сол кездегі құраммен қос команда қайта кездессе, бәлкім бұдан да ірі есеппен Реал Мадрид ұтып кетер ме еді. Енді осыған дейін Барселона Реалды 5 мәрте ұтты. Оны Барса фандары әлі күнге дейін айтып жүр. Реал Мадридтің фанаттары қашанда 15 чемпиондар лигасы айтатын болса, ал Барсаның жанкүйерлерінің айтатын сөзі, біз Реалды қатарынан 5 мәрте ұттық, Ямаль мықты дейді. Ямаль енді көптеген подкастта Реал туралы кереғар
пікірлерді жиі айтты, және ол көптеген ұлы футболшыларға құрметсіздігін көрсетті. Команданың ішіндегі атмосфера бұзылғандай болды. Енді міне өзінің Карвахаль ағасымен, одан кейін Куртуаның да көңіл күйін құртып, жалпы біраз сынға қалған болатын. Әрине, Реал мен Барсаның ойыны қашанда тартысқа толы болады, бірақ бәлкім дәл осы бақтың назарын аударту үшін Криштиану Мессиден кейін дәл осы Ямаль сондай қызметте жүрген шығар. Бірақ Ямаль ол деңгейге әлі жеткен жоқ. Тіптен Неймардың өзі қанша жерден Ямальдан мықты болса да, ол қарсылас команданың адамдарына айтарлықтай бір құрметсіздік танытқан емес. Өзінің аяғын сындырып, оны шалған кезде ғана түрлі айтқан шығар сөздерді, бірақ ондай нәрселерден ол аулақ болатын. Мбаппе, Беллингем, Арда Гюлер, Джуниор Винистің барлығы да мықты ойнады. Тіптен осы Ламин Ямальды Мендештан кейін мүлде өткізбеген, қалтасына салып қойған бұл Каррерас болды. Әрине, өте тамаша ойын көрсетті. Өте тартысты ойын болды. Қанша дегенмен әлемнің қос мықты клубы Рафиня, Левандовский сынды, Гави сынды ойыншылар алаңға шықпағаннан кейін бәлкім дәл осы жерде Рафиняның алаңға шықпағаны көрініп қалған шығар. Өйткені мен қашанда айтам, дәл осы Барсаның қозғаушы күші бұл Педри мен Рафиня. Ямальдың бұдыры қатысы жоқ, Ямальға олар жай ғана мүмкіндік береді деп айтушы едім. Мінекей сол сөзім дәл осы матчқа куә болды. Барсаның бұл ойынға қатысты көптеген сылтаулар өте көп болады. Фликтің ойынға қатыспауы, жаңа айтып кеткен травмалары бар ойыншылардың, олардың барлығы әрине тікелей әсер етеді. Бірақ тарихты жеңгендер зат, сондықтан да 5 жеңілістен кейін қайтадан ойынды бастауға тура келді. Әзірге есеп 1-0 Реал Мадридтің еншісінде. Мбаппенің тамаша алыстан соққан гол неліктен есептемегені мен үшін әлі түсініксіз. Әрине, бұл жерде вар жүйесі бар, анықтайды. Бірақ енді қашанғы біз вар жүйесіне олай сеніп, тіптен адамның қолы, саусағының ұшы башпай шығып кетсе, оның барлығы жалпы адам баласының еңбегін жоққа шығаруы. Сондықтан да Арсен Венгердің айтуы өте орынды. Вар жүйесі болсын, офсайд жүйесі қайта қаралу керек. Егер де ойыншы түгел жаңағыдай 60-70%-мен шығып кететін болса ғана, ол офсайд болсын да, қалған уақытта мүмкіндік берсін. Әрине түсінем, бүгінгі таңда көптеген футболшылардың басынан өтті, жаңағыдай лайықсыз офсайд болған кездері, төрешілердің қате шешімі деген сияқты, олар тіптен аяғының шығып кетіп, шашы шығып кетіп, сондай да бір жағдайлар жиі орын алды. Әрине, солардың барлығының енді қарсылығын, наразылығын тудыратын шығар, обидно шығар енді оларға да. Бірақ бір футболға дәл осы 5 адам ауыстыруға болатын мүмкіндік берілгендей, тағы бір осындай өзгеріс қажет ақ. Сонымен қатар Ман Ситиде сырт алаңда ұтылды, ешкім оны ойлаған жоқ. Бірақ соңғы 2 жылда Родридің жоқтығынан ба, түсініксіз, Пеп Гвардиоланың шәкірттері сүреңсіз ойынымен көптің көңілінен шықпай жүр. Ендеше тағы бір офф-топ болсын. UFC-да өнер көрсеткен біздің отандасымыз Азат Мақсым өкінішке орай ұтылып қалды, жеңіліп қалды. Дәл сол кездесуден кейін, дәл сол UFC лигасынан шеттетілді. Алдағы уақытта ешқандай жекпе-жек өткізбейді. Әрине, оның менеджері Нұрадин ағаға қиын болды. Қанша дегенмен жастардың жарқырауына, лапылдап жануына үлкен септігін тигізді. Бірақ өкінішке орай енді кейде бақ, кейде бап шабады, кейде екеуі қатар шабады, кейде екеуі шаппай қалады. Сондықтан да спорт болған соң бірі жеңіледі, бірі жеңеді. Қашанда біз қазақтың жанкүйерлеріне, қазақ футболына жанкүйерміз. Ендеше біздің арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздер үшін бұл жай ғана 1-2 секундтық кнопканы басу шығар, бірақ бұл біз үшін өте айрықша оқиға болмақ. Келесі кездескенше аман сау болайық.